Достар, бүгін біз керемет жағдайға куә болдық. Бүгін сабаққа ешкім кешіккен жоқ. Бұл біздің сыныптың тарихында бірінші рет болуы. Сондықтан да сендерді осы керемет жаңалықпен құттықтаймын. Жігіттер, қыздар, бәрін дайынсыңдар ғой, Марал, шоколад дайын ғой, Айтпақшы, Марал, дәулетті шоколадтан арысташы. Так, бәріміз күлеміз, прикол айтылды. Балдар, сабаққа дайынсыңдар ма? Даже мен дайынмын. Онда сұңғат досын бірінші болып сабақ айтпады ма? Жарайды, әңгіме жоқ. Ал ендеше бәріміз селфилетіп жіберейік. Саламатсыңдар ма, балдар? Отыра беріңдер. Сіздерді жаңа мұғалімдеріңізбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бүгіннен бастап сіздерге Клара Мұхамеджанқызы жетекшілік ететін болады. Кешіріңіз ағай, Сәуле Жансақовна қайда? Ол кісінің жағдайын кеше көрдіңіздер ғой, сондықтан артық сұрақ қоймаңыздар. Ал, Клара Мұхамеджанқызы, сыныппен жақсылап таныса беріңіздер. Екі қосу, екі төрт, жүрегім сендесе өрт, тақтада жазылып тұр. Сынып жұмысы classwork, exercise number 3. Біздің мұт, біздің көңілгі, білім өмір шырағы, оны сүйсен менше сүй. Сыныпта Спартала бізді көңіл ғажап қалам, ешқашанда таусылмас. Сыныпта Спартала бізді көңіл ғажап қалам, ешқашанда таусылмас. Пам 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 о, пам пам парам парам о, пам 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 о, пам 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 парам о. Бір жылдың өтіп кеткеніме, келдік жаңа белес өткеніне. Естен кетпес естеліктер шағы, сағындырып мені кеткеніңе. Бірге отырған құрбым парталасын, жиған білім сені арқаласын. Үлкен кезең өтіп тұр алдыңда, сендік таза сезім тарқамасын. Сәлематсыңдар. Барлықтарыңмен танысып отыратын уақытым жоқ, және әрқайсыларының есімдерінде жаттап алам деп айта алмаймын. Бақылау жұмысын жазуға кірісек. Так, старостагым, мына қағазды оқушыларға таратып берші. Барлықтарының білім деңгейлерін тексереді. Апай, аянды бола ма? Жоқ. Апай, Не? арайтан бола ма? Жоқ, болмайды, жап есікті. Апай, біз мына қағазда жазылып тұрған тақырыптарды білген жоқпыз.
Өткен жоқсыңдар ма? Жоқ. Алдыңғы аптада өту керек болатынсыңдар. Сондықтан мен ештеңе білмеймін. Барлығымыз бақылау жұмысын жасамыз. Чекам жеги. Лафым ма? Танаш! Қайдағы ең? Жеги кетіп футбол ойнап. Вообще үлгермедім. Мен даже жазып та үлгермедім ғой. Даже мен де демей қойшы, білімді шыны болсам да тұрмын ғой. Жеги, көңілдерін көтерейін ма? Жота, қазір дышыға кеттік. Қыздар, біз осы көшіруге беріп жүрміз. Бірақ олар соны түсініп жүр ма? Сол үшін көшіргенде өзіміз түсіндіріп тұруымыз қажет. Достар, сіздерді күшті контент күтіп тұр. Біз класстың статистикасын көтереміз бе десек. Назым, мен саған алгебрадан түсіндіріп жіберейін. Қабекем жүктеп алайшы. Короче, жігіттер, мына жағдай не істейміз? Срочно қолға алу керек, а то болмайды. Қолға қатты алып қоясың ба? Жай. Қалжың ғой. Я Алихан, жетеміз ау деймін. Ата-ана апай келіс алып, нагле жетіп кетті енді. Я. Рас айтасың, уды қайтарады демей ма, қазақ атам? Атар немені бұл ситуацияны айтпаған шығар. Осы біздің дәулет пранкер емес пе? Мен пранкер болғанмен менде диплом жоқ қой. 3 айлық сертификат қана. Мен пранктерім апайға вообще өтпейді ғой. Қуандаршы. Жігіттер, не айтып жатсыздар? Бізге дейтіндаршы? Арайка, тұмсын, симайтын жерге басын тықпай баш. Күні ондар сөйлейтін болған ба не? Айтпағыз бұл емес. Алихан, сені 1 минутқа бола ма? Я, не болды? Көмегің керек еді. Жеги, өздерін ақылдаса беріңдер, тас келем. Down in the deep, when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about? Оппана, біздің батыр қыз өзі шабуылға шығыпты ғой. Көріп отырмын. Мен ойымша Арайка Алиханға лайықты емес. Біздің қыздар? Қыздар, қуандаршы. Сабақ басталмай тұрып мына видеомызды салып тастайық, а то статистикамызда төмендеп барады. Иә. Алихан, Я, атымды дұрыс айттың. Енді өміріңнен қанша минутын ұрмайын деп тұрсың? иә Алихан, осы сен жаңа болып сөйлейтін айды ешкімді ренжітпейсің. Я, сонымен. Ғазиза, айтпақшы. Не болды? Қызықтырып жібердің ғой. Айтшы енді, не болды Дильназ? Жоқ, жай есіме бір нәрсе түсіп кетті. Айтшы Дильназ, мен сені осы уақытқа дейін жетерліктей білемін. Айтшы, қызықтырып жібердің.
Ой, бір қоймадың ғой. Алдында Алихан мен егеден шығарып салған болатын. Шын ба? Қош. Иә. Сонымен? Ол біздің сыныптың красавчик емес па? Енді неменеге көңілің түсіп тұр? Енді не істеп тұрған қараш, Арайкамен жылтын еді. Сен не, Алиханды Арайкадан қызғанып тұрсың ба? Жоқ, жай, әшейін. Ғазиза, осы Арайка қандай қыз? Қалай айтсам екен? Енді... Алихан, маған 8 бұның жігіттері тиісіп жүр. Білесің бе, сыныпта айтайын десем, балалардан ұялдым. Сенен барлық жігіттер қорқады ғой. Немене? Кімдер олар? Аттарын айтшы. Қазір нақты ештеңе айта алмаймын, бірақ егер де тағы да тиісіп жатқан кезде айтам саған. Все онда, байқап жүр. Оларға менен дұғай сәлем айт. Ендігі әрі біздің сыныпқа келуші болмасын, ема? Алихан, жігіттермен не айтыңдар? Бізге де айтсаңдаршы. Рахмет, Арай. Оны біліп керек емес. Жақсы онда, мен жігіттерге айттым. Онда Арай кеттік, бізде барайық қыздарға. Че там, сыныптас? Я дедің бе, жоқ дедің бе? Нұргүлсә, Назым екеуміз естіп парочка деп мазақтамаңыз болса. Ей, тоқтасайын, сен қазір ғана не дедің? Қайда бас? Кімді? Нұргүлсәң ма, Назымды ма? Одан кейін? Естіп парочка. Иә. Мерей, біздің жаңадан келген мұғалімнің примерно жасы қаншада? 30-35 шамасында болу керек. Дәл өзі. Жігіттермен де бір идея бар. Қандай? Әкел доктор. Жаңадан келген Клара апайлары сендерді сабақтан босатуымды сұрады. Барыңдар, боссыңдар. Масқара. Ят! Масқара ғой мынау, Мен 15 жылдық ұстаздық тәжірибемде бұндай деңгейді нашар көрсеткішті көрген жоқпын. Сұмдық қой, мынау сұмдық. Жоқ, сендер сыныптың деңгейі ғана емес. Сендер менің дәрежемді түсіріп отырсыңдар ғой, Не деген сұмдық мынау, Жыбырламай отырдар. Дәулет, сен не арысың мұны? Бар сабақ. Ағайынан апай бері жеген еді. Ол не? Білмедім, өйтіп ашып оқитын әдетім жоқ. Бар, сабағың бар. Кім жоқ класста? Дәулет өмірі кешігетте жүреді. Жып,
Қайда жүрсің, а? Қайда жүрсің? Неге ана үстінде киімді ауыстырмағансың? Бар от орныңа. Кешіріңіз апай, Бағлан ағайды күтемін деп кешігіп қалдым. Не болды ол кісіге? Мына қағазды беруімді өтінді сізге. Не қағаз бұл? Сіздің өйстіп айтатыныңызды біліп, шынын ашып оқығым келген, бірақ оған тәрбием жібермеді. Ойпырмай, ә? Бар отыр бар. Тәрбием жібермеді дейді ғой. Дәулет, үлгердің ба? Иә. Танаш. Апай бір түрлі көңілді болып кетті ғой. Ана қағазда не жазылды екен? Не де болса, бұл жақсылықтың нышаны емес. Ертең осы қағаз үшін бәріміз ұрыс естімесек болар еді. Дәулет красавчик, мен саған сенем. Тамам жолдырыңдар дедім ғой. Ары қарай. Сабақты, старта, кеш бері қарай. Мыналарды. Не қайда бор? Инстаграмға салып жүрдім. Айтпақшы, егер де сен Нұрсұлтан қаласынан болатын болсаң, бізбен бірге киноға түскің келсе, астындағы номерге жаз. Жақында кастинг болады. Ал біз сені күтеміз.